қоғамына кіретін болсаңыз, ең алдымен сіз авторлық құқықты қалай қорғайсыз, соған қарайды. Интеллектуалдық меншікті қалай қорғайсыз. Ал интеллектуалдық меншік деген ол бір халықтың тұтас мұрасы. Әуезді қорғауымыз керек. Кім көрінген пайдаланып, кім көрінген ойына келген жасамау үшін. Абайды қорғауымыз керек. Ол кеше дүниеден өтіп кеткенде пәлемеу. А сонымен қоса бүгінгі мысал үшін жазушыларда олардың шығармаларды қорғалу керек. Ол байлық. Ол жай ғана рухани мұра емес. Ол сонымен қоса материалдық байлық. Ол әлемде, мысалы үшін Америка сияқты алпауыт елдердегі оларға келіп түсетін, көп түсетін пайданың ішіндегі үшінші орын алатыны интеллектуалдық меншік. Миллиардтаған пайда келеді. Біз соның дұрыс ретке келтіре алмай отырған емес. Мен бұл туралы да бір кітап жаздым. Бүкіл Кеңес одағының өзінде скитатор мамандар болған жоқ. Мен Москвадағы бүкіл осы салада қызмет еткен адамдардың бәрін жақсы білемін. Оларды біз сияқты жаңадан сол кезде бастады. Өйткені авторды қорғау деген мәселені оның бәріне конвенцияның бірде-біреуіне Совет одағы мүше болған жоқ. Ол кезде әшейін бір ресми ғана бір мекеме болды, формальды түрде. Міне, сондықтан бұл мәселелердің бәрінде жаңадан өзіміз үйренуіміз керек. Өз талабымызбен, өзіміз біліп, әлемде не істеліп жатыр, дүниеде не істеліп жатыр. Сондықтан да мен жаңағы осы авторлық құқыққа байланысты бүкіл Америкада бірнеше рет болдым, Европада да болдым. Жаңағы дүние жүзіндегі осы саламен айналысып отырған үлкен мамандарды, жаңағы дүниежүзілік интеллектуалдық меншік ұйымы арқылы солардың барлығын Алматыға да шақырып, осында үлкен өңірлік жиналыстар өткіздік. Міне осының барлығында солармен араласып, құраласып, шамамыз келгенше оқып, үйреніп, бір-бірімізге ықпал етіп, олар бізден, біз олардан үйреніп осылай құрылды. Осы әдебиет жолында не шаруаң соңына түссе де, өзінің үлкен ықыласпен түсетін, өзінің үлкен аппақ көңілімен істейтін жолдасым ретінде мен қатты сыйлаймын. Және бүкіл қазақ қауымының алдындағы жинап жүрген абыройы, алып жүрген атақтары барлығы да сол адал көңілмен, ақ жолмен алған еңбектер деп есептеймін. Әрбір саналы адам үшін, саналы азамат үшін халқына қызмет етуден үлкен бақыт жоқ. Ал сол азынаулақ еңбегіңді елің болып, мемлекетің болып, елбасың құрметтеп, марапаттап жатса, ол нағыз бақыт қой. Зәуре екеуінің енді тәрбиелеген баласы, келіндері, немерелеріне дейін бір керемет тәрбиелілік, бір қазақылық, осы мен сондай риза болам. Сондай осы бір бұл жағын көп айта бермейміз біз. Ана жұмыс істеді, мына жұмыс істеді, жақсы етті, үйтті дейміз. Ал үйдегі тәрбие деген бұл ең үлкен мәселесі сол ғой. Біздің ұлттың ең үлкен мәселесі үйдегі тәрбие. Тіл мәселесі болсын, ішкі имандылық болсын, инабаттылық болсын, адамгершілік мәселесі, осылардың барлығы үйден басталады, табалдырықтан басталады. Сол Зәуреш екеуінің, Сұлтанның тәрбиелеген балалары, келіндері, немерелері енді тіл көзіміз тасқа аман болсын деп мен ылғи айтып жүрем, жұртқа өнеге қылып айтып жүрем. Ал енді біздің еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін, оның ең ұлы істерінің бірі осы тәуелсіздік жылдарында жасалған. Ол Астанаға, Астанамыздың көшуі, Ақмола қаласына. Міне осы кезеңдердің бәрінде бас аяғында мен құралас болдым. Өйткені мен ол кезде авторлық құқық жөніндегі комитеттің төрағасы едім. Міне содан бері біз астаналықпыз. Астана біздің көз алдымызда құрылды. Астана біздің көз алдымызда өсті. Мен көшеге шығып жүрген сайын әрбір көшенің қалай пайда болғанын, әр көшедегі үлкен зәулім ғимараттардың қалай салынып, қай уақытта біткенін білем десем де артық емес. Ал енді осының өзі бір жағынан сенің көкірегіңе, көңіліңе соншалықты бір көтеріңкі күй береді. Менің елімде, менің мынау кең даламда, Сахараның төсінде осындай зәулім үйлер салынып, мінекей бір ғажайып қала, менің елімнің астанасы бой түзеп келе жатыр деген сезім ол адыршынды билейді.
Астананың қалыптасуы, Астананың жаңағы жалғыз ғимараттарының ғана, көшелерінің ғана, я болмаса осындағы басқа даяғы мекемелердің ғана көркейген емес, өскен емес. Астана халқының қалыптасуы, Астана тұрғындарының қалыптасуы, осы Астанадағы үлкен ұлттық қауымның түзілуі, бұл біздің көз алдымызда өтті. Бұндағы тілдік ортаның қалыптасуы, бұндағы жалпы қазақ жұртының осы Астанаға ағылып келіп, қандай қиындық көріп жатса да, үйсіз-күйсіз жүрсе де, осы Астанасын тастамай, Астанасын көтеруге бәрінің жанын салуы, қиындыққа қарамастан, ол үлкен ерлік деуіміз керек. Сонымен қазір біз келгенде бір айландырған 200 мыңның төңірегінде ғана халқы бар. Жаңағыдей жерге батқан үйлер, жергепелер ғана көп, көшелері иқы-жиқы. Бірде-бір көшесінің мысалы үшін түзу салынған асфальты, я болмаса басқа төселген тасы жоқ. Қала қазір гүлзарлары бар, жайнап тұрған, бәрін айтып таусалмайсың. Сонымен қоса Астанада мінекей біздің көз алдымызда мәдени қауым, ғылым қауымда, жалпы интеллигенция, зиялы қауым қалыптасты деуге болады. Біз алғаш келгенде бір 10 шақтағы жазушы бар еді осы Астанада. Қазір иншалла 100-ден аса қазақтың жазушылары және аса көрнекті жазушылардың көбі осы Астанада. Алматыменен қатар алғашқы кездегідей жұтаң қалыпта емес, енді нағыз өзінің бабындағы, тек қана басшылық пен биліктің ғана ордасы емес, сонымен осы мәдениеттің де, өнердің де, ғылымның да үлкен ордасына айналады деген сеніміміз мол. Бабаларымыз бізге ұлы байлық тастап кеткен. Ол біздің ең ұлы байлығымыз жеріміз. Ол біздің ең ұлы байлығымыз тіліміз. Ол біздің ең ұлы байлығымыз мәдениетіміз. Міне осыларды аман тұратын болса, біз осыларды сақтап келешек ұрпақтарға беретін болсақ, мінекей қазіргі біздің Астанамыздың сәулеттенгеніндей, Астананың абаттанғанындай, Астананың зәулім биікке көкке қарай өрлеп өсіп бара жатқанындай, біздің халқымыздың мәдениеті мен өнері де солай дамыса, әрине, болашақ ұрпақтың алдындағы біз өз парызымызды атқарған болар едік. Сондықтан да менің Астанаға келуім, Астанаға ең алғашқылардың бірі болып келуім, және осы Астананың өзінің көз алдында өсіп жатуы, ол маған ерекше қайрат та береді, ол ерекше маған мақтаныш сезімді ұялатады. Ол мен әшейін жай сөзім емес, өз көзіммен көргендіктен, жүрегіммен сезгендіктен, соның бел ортасында жүргендіктен, жанымменен сезінген шын қуаныш сезімі. Болашақ ұрпақтарымыз осыны сезінсе, өзінің қазақ екенін, ұлы даланың ұлы екенін, ұлы мәдениеттің өкілі екенін, ұлы тілдің иесі екенін білетін болса, біздің ұрпақтарымыз, біздің арманымыздың орындалуы.